Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес, әр импорттаушы Қазақстан Республикасына шекарасына алып келген тауар үшін кәдеге жарату төлемін төлеу керек, ал өндіруші өндірген өндірісі үшін кәдеге жарату төлем ақысын төлеуі қажет. Оператор өзінің интернет ресурсында орналастыру арқылы қол қойған жағдайда өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнім және тауар Қазақстан Республикасына әкелінген немесе өндірілген кезде шарт жасалынды деп саналады. Оператордың www.recycle.kz сайтында электрондық қолмен тіркелу арқылы жеке кабинет ашқаннан кейін өтініш бере аласыз. Оператордың сайтында жеке кабинетіңізде өтініш түрін, көлік және көлік компоненттерін таңдау қажет. Кейін өтінішті сәйкесінше толтырып, қажетті құжаттарды тіркеу қажет. Өтінішті толтыру барысында жеңіл автокөліктер үшін көліктің қозғалтқыш көлемі, жүк көліктеріне максималды салмағы, ауыл шаруашылық техникасына техниканың қуатын, ал тауар немесе тауар орамасы үшін олардың салмағын көрсету керек. Өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелерінің ережесінде 15-ші тармағында тауар және тауар орамасы үшін, 27-ші тармағында көлік және ауыл шаруашылық техникалары үшін құжаттар тізбесі көрсетілген. Қайта өңдеу шөті толық төленген кезден бастап 3 жұмыс күнінде беріледі.